Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге мен Quizlet платформасымен таныстыратын боламын. Бұл платформа тегін, дегенмен регистрацияны қажет етеді. Ең алдымен интернет жүйесі арқылы біз поисққа Quizlet деп жазып аламыз. Және екінші тұрған сайтты, Quizlet сайтын таңдаймыз. Quizlet сайты бұл америкалық білім беру жүйесінде қолданылатын ең үлкен танымал платформалардың бірі. Бұл платформада оқушыларға ойындар, карточкалар жасау арқылы бірнеше түрлі тапсырмаларды жүктеуге, көрсетуге болады. Бұл платформада айтылым, карточкалар, тест және ойындар құрастыруға да болады, әртүрлі пәндер арқылы жасауға және дайын тапсырмаларды алуға болады. Ең алдымен регистрация жасап алуымыз керек. Біз тіркелу үшін сіздерге қажеттілігі тек қана почталарыңыз арқылы тіркеліп жүйеге кірсеңіздер болады. Бұл жүйеде сіздер алдын ала дайындап қойған сабақтарыңызды көрсеңіздер болады, немесе дайын сабақтарды жүктеп алсаңыздар да болады. Бұнда топтық жұмыстарды жасауға болады. Енді ең алдымен сіздерге көрсетіп өтейін, карточкаларды қалай жасау керек екенін. Бұнда бірінші термин және оның анықтамасын жасауға болады. Қазақ тілі сабағында ең қолайлы платформалардың бірі, себебі ережемен оның атауын жазып көрсетіп, жаттауға өте ыңғайлы болады. Ең алдымен сіздерге бұрын жасаған қазақ тілі сабағының көрсетейін. Осы карточкалар арқылы жаттауға өте ыңғайлы, және оқушылар үшін бірінші тапсырма бұл үйреніп алу, сабаққа дайындық ретінде пайдалануға болады. Және келесі тапсырмалар тестқа жүгінейік. Тест арқылы осындай тапсырманы да жасауға болады, жауап беру варианттары арқылы, немесе дұрыс-бұрыс жауап беру деңгейін таңдауға да болады. Осы жерден өздеріңізге қажетті жауап беру дағдыларын таңдасаңыздар болады. Келесі тапсырмаға көрейік. Бұнда блоктарды жасау арқылы, яғни оқушылар осыны құрастыру арқылы келесі сұрақтарға жауап береді. Құрастырып болғанша сұрақтардың жауабын жазып, ашық сұрақ ретінде жауап беру арқылы келесі блокты құрастыра алады. Келесі ойын өте қызық, Blast деп аталады. Бұл Blast ойынында дұрыс жауапқа ату керек. Сұрақ жоғарыда жазылған. Осы ойын арқылы балалар өздерінің шапшаңдығын және дұрыс жауап берулерін анықтай алады. Бұл әр оқушыға жеке тапсырма ретінде беруге де өте ыңғайлы, және топтық жұмыстарды да қолдануға болады. Quizlet платформасының келесі тапсырмаларының бірі бұл таңдау, яғни сәйкестендіру. Термин мен оның жауабын сәйкестендіру арқылы жауаптарды табуға, анықтауға және дұрыс жауап берулерін білуге, уақытқа және шапшаңдықтарын тексеруге болады. Назарларыңызға рахмет.